Арал ауданында 10 әлеуметтік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Оның 6-ы білім нысандары. Жаңа оқу жылына дейін барлығы пайдалануға беріліп, ауданда апатты жағдайдағы мектеп мәселесі шешіледі деп күтілуде. Теңіз төскейіндегі құрылыс қарқыны туралы тілшіміз әңгімелейді. 10 нысанның 6-ы мектеп құрылыстары. Бізде көп жылдан бері біз негізінде осы Арал ауданында үлкен бір не болған. Мәселе осы авариялық мектептердің несін санын азайту, не болып түбегейлі жойылту керек болды. Құдай қаласа енді осы жылы 6 мектеп тапсырса, Арал ауданы бойынша авариялық мектептің барлығы уже жоқ деп есептеуге болады. Ал мына атшаптырым аумақта аудандық аурухана болады. 100 орындық ғимараттың іргетасын қалау жұмыстары аяқталуға жақын. Сондай-ақ Сексеуіл кентінде спорттық сауықтыру кешені бой көтермек. Негізінен сапасы қатаң бақылауда. Жұмысшыларды негізі біз осы қай нысан болса да барлығына да мына жұмыспен қамту орталығынан әдейілеп сол жұмыссыз тұрған адамдарды осы нысандарға жұмысқа тартып аудан тарапынан үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. 9 жолдың торабында орналасқан Сексеуіл кентінің тұрғындары биыл таза ауыз суға қол жеткізеді. Қазір көше-көшеге құбыр тартылуда. Бұл жұмыстар күзге дейін толық аяқталады. Жалпы аудандық құрылыс саласының дамуына жеке кәсіпкерлер де үлес қосуда. Мәселен, Оразғали Құнмызаев бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен 70 миллион теңге несие алып, 3 қабатты демалыс кешенін тұрғызуда. Үлкен 2 тойхана болады, 500 орындық бір тойханасы бар. Төменгі этажда 200-дік тойханасы бар. 40-50 адамға монша салып жатырмыз. Саунасы бар, демалыс орны, сосын 50 орындық қонақ үй бар. Қазір құрылыстың 90% аяқталған. Енді ғимараттың сыртын қаптау мен ішкі жиһаздарын орналастыру жұмыстары қалған. Осылайша Аралда құрылыс қарқын алып келеді. Бұл өз кезегінде ауданның әлеуетін артқанын көрсетеді. Тажмұрат Әлжанов, Бекболат Әбден, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.